Бәріңе сәлем, менің атым Аида. Бүгін Изи қазақтың жаңа Slow қазақ эпизоды. Бүгінгі тақырып күн тәртібі. Яғни, таңертеңнен кешке дейін күнім қалай өткенін баяу қазақша тілмен айтамын. Осы эпизодты көру арқылы сен де өз күніңді қазақша сипаттай аласың. Ал ендеше күнімізді бастайық. Кеттік. Ең бірінші таңғы рутинадан бастайық. Ол үшін маған не керек екенін қазір көрсетемін. Бет жуатын мусс, дезодорант, бет кремі, тіс пастасы, тіс щеткасы, күннен қорғайтын крем. Тарақ. Қол жуамын, тіс жуамын, бет жуамын, крем жағамын, шаш тараймын. Мен жылы су ішемін. Оған лимон және бал қосып араластырамын. Таңғы асқа ірімшік сэндвичі тоқашты ортасынан екіге бөлемін. Оның үстіне хумус жағамын. Қиярды ұзынша етіп кесемін. Қызанақты домалақтап тураймын. Міне, дайын ас болсын. Мен үйден шықтым. Енді кофеханаға бара жатырмын. Пойызға отырамын. Тағы бір ауысым жасаймын. Пойыздың ішінде пайдалы уақыт өткізуге тырысамын. Күнделікті өмірде жүріп тұруға ыңғайлы киімді таңдаймын. Қазір үстімде футболка, шалбар, сырмалы бір жейде немесе худи, көзілдірік, сникер, арқамда сөмке. Мен дайынмын. Енді жұмысқа кеттім. Мен қазір кеңседемін. Жұмысты бастамас бұрын ең бірінші күнімді жоспарлаймын. Ол үшін маған блокнот және қалам керек. Ал енді іске кірісейік. Бұл менің жұмыс үстелім. Мұнда не бар? Компьютер, перне, тақта, түн туір, шам, бөтелке, тіске басар. Жұмысқа қатысты бір әдісті бөліскім келеді. Бұл менің досым Макмал. Екеуміз бірге оқу үшін онлайн кездесеміз. Қандай тапсырманы орындағымыз келетінін бір-бірімізге айтамыз. Сосын жұмысқа кірісеміз. Арасында таймер қойып, помодоро әдісін қолданамыз. Қазақ тілін Изи қазақпен үйрену оп-оңай. Егер біздің жобамыз сен үшін пайдалы болса, онда біздің жұмысымызды қолдай аласың. Ол үшін тіл үйренушілер платформасына жазылып қой. Оның ішінде әр шыққан видеоға сай сөздік, интерактив жаттығулар, аудио, субтитрмен және субтитрсыз видеолар бар. Оған қоса қазақ ағылшын тілдерінде транскрипт таба аласың. Осының барлығын жүктеп алып, өзіңе ыңғайлы уақытта қазақ тілін үйрене аласың. Түсте асханаға барамын. Мәзірді қараймын. Күріш пен көкөніс қосылған котлет және бір алма алдым.
түскі үзілісте тағы не істеуге болады? Кофе ішемін. Кітап оқимын. Пазл жинаймын. Жаяу жүремін. Күнге қыздырынамын. Қазір сағат кешкі 7:55. Мен офистен шықтым. Енді аялдамаға бара жатырмын. Бүгінгі эпизодта бір күнімді сипаттап көрсеттім. Ал енді сенің кезегің. Дәл қазір не істеп жатырсың? Сол жайлы пікір бөліміне жаз. Ал бізді қолдау үшін каналымызға жазыл және осы эпизодқа қатысты жаттығулар мен аудио-видео материалдарды тіл үйренушілер платформасынан таба аласың.